Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін дәмі ерекше керемет болып шығатын, ауызда еритін деп айтатындай сүзбелі рогалик жасайтын боламын. Құрамы 3 қана заттан тұрады. Қарапайымдылығы сондай, мектеп жасындағы бала да дайындай береді. Ендеше видеоның соңына дейін көріңіздер. Лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сонымен бірге тіркелмегендеріңіз болса, қазақша контентті қолдап, мені қолдап, жанда қоңыраушаны баса кетіңіздер. Видеоның басында өзім айтып кеткендей, қарапайым ғана заттардан тұрады рогаликтеріміз. Бізге керегі сүзбе, ұн, сары май, қант. Мінекей осылардан рогаликімізді дайындайтын боламыз. Сүзбеміздің майлығы маңызды емес, тек өте қатты ылғалды болмау керек. Егер қатты ылғалды болса, онда ұнды көбірек салуға тура келеді. Сондықтан марлыға салып, сүзбелеріңіз ылғалды болып жатса, сулы болып жатса, кішкене құрғатып алыңыздар. Ыдысқа сүзбелерімізді салып, шанышқының көмегімен осылай жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін сары майымызды салып, тағы да араластырамыз біркелкі етіп. Үстіне енді қантымызды салып, қантымыз ерігенге шейін тағы да осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді елеуіштіктің үстіне ұнымызды салып, бір шай қасық қопсықшымызды салып, елеп отырып, біртіндеп салып, жұмсақ қамыр елеп аламыз. Осындай жұмсақ қамыр шығады. Енді қамырымызды салфан қалтаға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Тоңазытқышта жарты сағат тұрған қамырымызды алып, екіге бөлеміз. Бір бөлігін алып, екінші бөлігін қайтадан тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырымыз өте жұмсақ әрі қолға жабысқыш болып келеді. Сондықтан да екі жағына да ұн сеуіп отырып жайып аласыздар. Өте қалың дағылмай, жұқа дағылмай жаямыз. Жайып алғаннан кейін үстіне қантымызды сеуіп, қолымыздың салмағын салмай, осылай жұқа етіп, тағы да оқтаумен жүріп өтеміз. Осылай жайып алғаннан кейін өздеріңіз қалаған көлемде рогаликтеріңізді бөліп кесіп аласыздар. Және үш жағынан тағы да бір-екі рет пышақтың көмегімен, не болмаса осындай құралдың көмегімен сызық түсіресіздер. Рогаликтерімізді дайындап алғаннан соң, бір бетін қантқа аунатып, сол аунатқан бетін жоғары қаратып противеньге дізіп аламыз. Бетін кішкене жауып, жеңіл шүберекпенен 5-10 минутке қойып қоямыз. Осы уақыт аралығында духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоямыз. 10-15 минуттан кейін рогаликтерімізді духовкаға салып 20 минутта пісіріп аламыз. Рогаликтерімізді пісіріп алдық. Дәмі өте керемет болып шыққан, түрі де өте әдемі. Ауызда еритін деп айтатындай, тіпті қолға ұстағаннан үгітіліп жатыр. Міне қарап отырсаңыздар, қолға ұстағанның өзінде үгітіліп жатыр. Өте жұмсақ болып шыққан. Өте қарапайым әрі қол жетімді рецепті бір жасағаннан шығады. Сіздер де осы рецептпен дайындаңыздар. Керек заттың тізімін жазба бөлімде қалдырып кететін боламын. Сонымен бірге тіркелмегендеріңіз болса, қоңырау шағына басып, тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Келесі видеода кездескенге шейін қош сау болыңыздар.